Ма болмайды ағайын. Мынандай шапалаққа жаңа түскен келін түгіл 80-дегі апаң кірмейді ағайындар. Жаңа түсіп жатыр ғой келін, айқайлап шулап, бір қол соқпаймыз ба? Рахмет. Ал Алтынбек, тойын құтты болсын. Алтеке, аман бол. Қай жылғысың? 2001. Алтеке деп қойым, мынауың әлі паппалам ғой құдай ау. 2001 ма? Көрініп тұр бар, 5000 жылқының ортасында өскен бала ғой мынау ше. Жылқы қымыз кән. Бір шапалақ соғайық Алтынбектің құрметіне. Нұртайға, Ертайға келін құтты болсын. Енелері келін құтты болсын. Көптен күткен той, қуаныш, бөтен адам жоқ. Бүгін енді Аллахтың қалауымен құрметті ағайындар. Құдаларымыздың өзі сондай өте қарапайым. 2,5 сағат күтсе де біреуінің қабағы шытпай, кәдімгідей қашан басталады деп бір-екі рет біреу шықты. Бірақ сіздерге сабыр еткендеріңіз үшін мына қошеметті сіздерге соғып жатырмыз. Қош келдіңіздер құдалар. Енді қазір беташар салты болады, құрметті ағайындар. Бүгін мына 350-400 адамның атын атап өткенде, мына балдардың пішпет ойынан бірақ шығамыз қазір. Сондықтан ешкімнің атын атамаймыз. Осы беташар басталғаннан Павлодарский вариантпен бастаймыз ғой. Негіз өткені мына кісі Павлодардан, мына кісі өзіміз қараған тақша салмайды. Павлодарда салады, короче. Сонымен Павлодарский вариант қып, кішкене мынау түсіп атқан ақшаны жастарға бермейміз. 2 жас алмайды, той иесі алмайды, бет ашқан бала алмайды. Ол ақшаны просто көреміз сосын, құдай қаласа. Бірінші жинап алайық, қанша жиналатын. Бүгінгі тойда бөтен адам жоқ, құрметті ағайын. Өзімізді бар ғой, андай расслабынна, андай болады ғой, үйде қалай жүреміз, солай бүйтіп күшті болып, қонақ болып, қарапайым қонақ болып өткізейік. Бүгін арақсыз, шарапсыз той, Ертай мен Нұртай Құданың разылығын емес, бүгін Құдайдың разылығын деп осындай той жасап жатыр. Той құтты болсын баршамызға. Рахмет. Енді Алла қаласа тойларын жақсы өтеді, иншалла. Шайнектің аруағы ұрып кетпесе. Бүгінгі той құтты болсын. Алтеке, шын жүректен енді. Мынаған қарап Алтеке дей бергін келеді екен өзі бар. Менің 10 жас кішкентай по идее негізі. Алтынбектің достары бар ма мында? 2000-2001-лер айқайлап қойық. Нұртай менен Ертайдың достары бар ма? Бір айқайлап қойық, улап шулап. Ағайын туыстар қайда, нағашылар қайда? Сол ақпа, қазір қараңдар. Ризаның туыстары жаңа құдалар. Нормально. Ал енді беташарымыз басталды. Мынау тұрған құрметті ағайындар, ортаға ақшаны саламыз. Уважаемые дамы и господа, вот это табак 500 тенге не принимает деп жазып қойыпты астына. Ақша наличка болмаса, Каспий QR бәрін қабылдаймыз. Народный банк кәшін бар, если что. Ал, той құтты болсын, қазақтың салтыменен, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, нағыз әйел әйел емес, нағыз әйел кобра деген қазақтың сөзі бар. Қазақтың келі домбырасымен ризамыздың бетін ашай. Қол соғып, риза болыңыздар, құрметті ағайындар. Битик, келінің бетін ашпай тұрып, мына дүниеден құтылып алайық бірінші. Бұл ақшаны мен әтәңе қолыңа түскесін бауыр басып қалады кесің кішкене бар ғой. Кесеңіш, Нұреке, Ереке, сіздерге берейін осы табақтағы ақшаны. Сіздерде бір ақша ұстап көріңіздер өмірлеріңізде. Ақша деген осындай болады негізі. Мынау тойдың иелеріне жаңа түскен келіннің көрімдігін беруге рұқсат па? Естеріңізде болсын. Кім келіп келіннің бетін аша, ақын аша ма, әкім аша ма, ешкімге жаңа түскен келіннің көрімдігін беруге болмайды. Өйткені бұл атадан келе жатқан салт дәстүр. Бұл келінге салып жатқан ақшаны мен үшін емес, ақын үшін емес, сіздер үшін салып жатыр ағайын туыстар. Сондықтан оны біреуге беруге болмайды. Солай ғой да, бермегесін айта бересің ғой неше түрлі әңгімені. Осы ақшаны енді үйдің егесі өзіңіз ғой. Ашки таққан братан. Сізге берейін осыны. Бірәчкінің понятиясы бар екен кішкене. Рахмет аға. Жұп болсын деген бар жана қазақта. Атаңа өйстіп ақша істеп болмаса бермейін деп тұр ғой бұл кісілер бар ғой. Қалжындайым аға, керек емес аға, мын жағыма сал, керек емес аға, мын жағыма сал. От, міне. Ана іші күйіп көре алмай отқандар қол соқпай деген ғой, оказывается, прикинь.
Рахмет. Енді ертайға нұртайға бұл ақшаны мен алмай қойын. Келінің бетін ашқан домбыраның киесі деген бар. Домбыраңа сен домбыра ұстаған жоқсың, саған бермей қойын енді рұқсат болса. Енді келінің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Енді екі енесі бар екен, қайсымыз ашамыз? Давай екеуміз бірге ашайық. Екеулеп. Екеуің класстас емессіңдер ме да? Вообще пысық да, байларға тиіп алғансыңдар. Давай кеттік. Ана бірінші тиіп алған кезде айтқан ғой, мыналар күшті тұрады, давай сен де тиіп асай деп. Қолынан ұстай қойыңыз. Бірге қолынан ұстап. Енді осыларға неге қол соқпаймыз енелерге? Асықпаңыз, жаным. Риза, енді бала кезінде бір подружкаңды ренжітіп қойған сияқтысың ғой. Енең көп болсын деп қарғаған ба, бір емес, екі енең бар екі жағында. Енді рұқсат болса, мына осы Ризаның күйеуін сүйсек дұрыс болады ғой негізі. Сол баланың тойы ғой. Міне тұру, мынаны қалай көрмей тұрсыздар вообще. Ал, Алтынбекке қол соқтық. Сүйіп балам әкелері бетіңнен. Асықпаңыз, қаз шашамыз айтам, өзім айтам, шаш дейміз, шаш жібереміз апа. Тойыңыз құтты болсын, екі жасымыз бақытты болсын дегендер, екі қолды көтеріп бір қол соғып жүрейік, құрметті ағайын. Арғындар, қара кесектер бар ма? Бір дұрыстап соғайықта айқайлап шулап. Енді қазағым қар өлеңге құмар елсін, сендағы арды өлеңге мұрагерсін. Ереке, Нұреке, ұл қызыңа тілейтін тілегім сол, бастарына бақыт құсы қона берсін. Сендердің әулеттеріңе жамандық ойлағанның, тіл жағым жаратқаным буа берсін. Арғын қара кесектің ұрпағын көбейтем деп, Риза келін жыл сайын туа берсін. Немеренің қызығына тоймай, ата жесі сол немеренің жаялығын жуа берсін. Осы тілек қабыл болсын деген арғындар, аямай шапалағын соға берсін. Алтынбек. Қазір берем. Алтынбек, енді анау-мынау деп ақыл айтты. Спокойно тұра бер, братан. Қолынан ұстап жұбайыңның. Алла, қол ұстасайшы өзіңдікі қақа. Құтты болсын, шын жүректен. Бірдеңе айтудың өзі қорқыныш деген мына балаға. Қасымнан жүгіріп өтсе ұшып дейін деп тұр мен негізі қазір. Алтынбек, бірақ нәрсе өтініш. Бүгіннен бастап, енді сен енді үйдің еркесі болдың, серкесі болдың. Сен енді Аллах осы баланы берген кезде артынан қаншама ұрпақ берген, оны да айту керек, құрметті ағайындар. Жақсының жақсысын айту керек. Бұл бала туылған кезде артынан тағы да балдар туылған. Сондықтан бір шапалақ соғып жүрейік, құрметті ағайындар. Бүгіннен бастап үйде ұрыс болмайды деп уәде бересің ғой? Уәде берем. Кімге бересің уәдеңді? Атана ма? Атана, қайсына? Қайсына деппін ғой. Қайсымен тұрасың өзі? Соған берсейші үшін. Ұрыс болмайды ғой. Уәде бересің ба? Уәде берем. Шапалақ, уәде берем дейді. Бүгіннен бастап Ризадан басқа қызға қарамауға уәде бересің ғой? Уәде берем. Машалла, уәде берем дейді кәдімгідей. Риза, әйел адамның өзі екі арманы бар. Күйеуім маған ұрыспас екен, басқаға қарамас екен. Солай ғой. Енді еркектің бір арманы бар. Әйелім маған ешқашан қарсы келмесін. Уәде бересіз ба? Уәде берем. Не деп? Қарсы келмеймін деп. Ұрыспасын, ұрысқаннан басынан мүйіз шығатын болса, Ертай мен Нұртай екі мүйізбен келетінен Ностайға, құрметті ағайындар. Алла Қыз Жібек пен Төлеген, Ләйлі мен Мәжнүннің махаббатын бермей қойсын. Аллах тағала Ертай әкесі мен Нұртай әкесінің осы махаббатын берсін деп бір шапалақ соқты, құрметті ағайын. Сосын бедек, той иелер өздеріңіздер ғой. Бөтен адам жоқ. Бүгінгі тойды күшті өткізу, енді маған бұйырып тұр екен, Алла қаласа тізгінді маған беріпсіздер. Енді сізде мұрт бар, менде құрт бар, әйтеуір бір байлығы өткіземіз осы тойды. Бірақ құрметті ағайын, осы тойда арақ жоқ екен, шарап жоқ екен деп қабақты түйіп отпай, наоборот, арақсыз, шарапсыз Алланың бүгінгі айтып жатқан дұғаның бәрі қабыл болатынына сеніп, күшті қылып өткізейік. Әнмен, бимен мас болып қайтайық. Бүгінгі тойымыз қайырлы, берекелі болсын. Сосын тамаданың бір өтініші бар. Тосқа шыққан кезде Алтынбек пен Ризаға ғана тілек айтамыз. Шығып алып Нұртай мектеп бітірген. Вообще керек емес ондай әңгімелер. Біздің атамыз соғысқа барғанда бәрін алып тастап, Нұртай мен Ертайға той құтты болсын, Алтынбек пен Риза бақытты болсын деп коротко ясына тілек айтайық, қалғанымыз билеп ойын ойнайық. Той құтты болсын. Ал енді қазақтың салтыменен әрі қарай тағы бір-екі дәстүрі бар. Апам мына кісілер бастаған кезде шашуды шашыңыз халыққа. Жақсы ма? Тойың құтты болсын, Алтеке. Мен де өскесін сен сияқты боламын иншалла. Не жеген ма? Негізі құрметті ағайындар,
Адам ата Хауа ананы жаратты, Аллах тағала жер бетінде. Солай ғой, білесіздер ғой. Барлық ол историянын бәріміз білеміз. Білесіздер ма? Жер бетінде жылқы деген жануар қайда пайда болған? Прикинь, Сартай атамның қорасында пайда болған ғой сол. Содан келе жатқан міне балдары малды әрі қарай біздің қазақ бүйтіп айтты ғой. Қараңызшы. Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан деді. 40 жыл бұрын сіз келін боп түстіңіз. Берекелі болды ма? Құдайға шүкір. Енді 40 жылдан кейін риза келді. Ризаның да қадамы берекелі болсын деп қол соғайық, құрметті ағайындар. Қалғанымыз қосыламыз ғой, я? Енді байқап отқандарыңыздай, құрметті ағайын туыстар, құда жекжаттар, енді мен ютубтан баршылық жерден көріп жүрсіздер ғой. Мен андай тамада емеспін. Армысың ағайын, кешегі Абай кәкім, ондай сөйлей алмаймын мен. Өздеріңіз секілді ойнап күліп жүрген ұнайды, қарапайым болған ұнайды. Солай емес па? Қарапайым тойда қарапайым қып өткізейік. Өткені мына кісілердің қарапайымдылығына мен қатты риза болдым, бар ғой, шынымен. Мен 5 жылқы болсам, бар ғой, ешкіммен сөйлеспеуші едім, натуре айтайын, барады. Ке фотоға түсейік. Сондай күшті күліп, әдемі. Бұның бәрі анау екі класстастың арқасы деп ойлаймын. Болат, Гүлден, Ерлан, Айгерім, Медет, Айбарша, Асқар, Дина. Не проходи мимо, ты такая красива. Сегодня сентябрь, скоро будет зима. О, Дина, кто не хлопает, тот чувский долина. Бағлан, Дана, Марғұлан, Айдана. Сұлусың сен ғана. Бекзат, Әсем, Саят, Әсел, Жарас, Диана, Серік, Анар, Рауан, Нұртас, Ақмарал, Бектас, Ақнұр, Дулат, Назерке, Гүлдерай, Ержан, Жанна, Ерсін, Шапалағын берсін, Жадыра, Орал, Дана, Сержан, Нұргүл, Нұрбол, Барида, Нұрлан, Гүлжан, Қадыр, Дина, Ерлан, Клара, Сабыр, Мадина. Аман келді, аман келді, аман келді. Тойбасауға сабыр жандай балан келді. Аман келді, шыққан кезде бір шапалақ болам енді. Дана, Айнаш, Әділет, Асқат, Дана, Талғат, Илмера, Асқар, Айгүл, қашан бітет? Ерболат, бізден де бір жыр болат. Ризамыз күн болат. Алтынбегім нұр болат. Дұға тілі қабыл боп, мәңгі бақи бір болат. Әлі бар қайда? Жасылан, Әсемгүл, Асқар, Анар, Нұрлан, Сәуле, Гүлстан, Мама, Сандуғаш, Бекзат, Сайда, Қуаныш, Айда, Дастан, Сая, Ғалымжан, Айгерім бітті. Билеп шықтық, нағашылар! Негізі байқайсыздар ма, көп тойда именно нағашылар сөйлеп бастайды ғой. Сол кезде әркім өзімен өзі болып кетеді. Сол негіз дұрыс емес, бар ғой. Өйткені бұл нағашы сіздердің аналарыңыздың туыстары. Баяғыда 6 жастағы бала үйінде ойнап жүрсе, әкесінің туыстары келсе далаға ойнап кетеді екен, нағашылары келсе мойнына мініп алады екен. Соны қарап отырып атасы сұрап, ей бала, басқа туыс келгенде далаға кетесің да, мына анаңның туыстары нағашылар келген кезде неменеге мойнына шығып аласың деп. Сонда кішкентай баланың айтқан сөзін қараңыз. Нағашымның мойнына мінетін себебі, әрбір нағашымның мойнында анамның ақ сүтінің иісі шығады деген екен. Міне нағашы деген қауым осы. Сөйтіп жаңа бала өсіп, өніп байып кетті дейді. Соны айта салайын деген меше. Фотоға түсейік келіңіздер. Отыра беріңдерсіңдер. Маған да қызық болып тұрған жоқ. Жігіттер, ана лестницаға шығып түсіп алыңыздар.